Өзбек ағайындар алаяқтармен күресуде халықты қолдап отыр. Қалай дейсіздер ғой? Енді алаяқтық жолмен рәсімделген барлық несие банк есебінен кешірілетін болды. Бұл туралы депутат Мұрат Әбенов мәлімдеген. Дегенмен аталған ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. 3 қарашада президент Шавкат Мирзиёевтің қатысуымен өткен киберқылмыспен күрес мәселелері жөніндегі отырыста азаматтардың өздерінің келісімінсіз алаяқтық жолмен рәсімделген онлайн микронесиелер бойынша міндеттемелерден босату ұсынылды. Алайда отырыста банк несиелері немесе барлық несиелер банктың есебінен кешірілетіні туралы сөз айтылмаған. Демек, ақпарат фейк. Желідегі ақпараттың пайда болуына Өзбекстан президентінің сайтындағы жарияланған қарапайым жаңалық себеп болған. 3 қарашада Шавкат Мирзиёевтің киберқылмыспен күрестің тиімділігін арттыру жөніндегі ұсыныстың презентациясымен танысқаны хабарланған. Ол хабарламадан кейін ұсыныстардың бірінде азаматтардың өздерінің келісімсіз алаяқтық жолмен рәсімделетін онлайн микронесиелер бойынша міндеттемелерін босату туралы айтылады. Алайда бұл жазбада банктердің несиелері туралы айтылмайды. Тек күдікті шоттардың тәулік бойы бұғаттау шаралары қарастырылған. Президенттің ресми сайтындағы жарияланымында Мирзиёев бұл ұсыныстарды мақұлданғаны көрсетілген. Бірақ бүгінгі күнге дейін ресми қаулы немесе басқа да құжаттар қабылданған жоқ. Қазақстандағы жағдайға келетін болсақ, алаяқтар егер атыңызға несие рәсімдеген болса, алдымен бірден жақын жердегі полиция бөлімшесіне барып арыз түсіру керек. Егер баруға мүмкіндігіңіз болмаса, e-өтініш арқылы онлайн арыз қалдыруға болады. Содан кейін құзырлы орган арызды қабылдап, оны тіркеген соң несие рәсімдеген банкке барып жағдайды түсіндіру қажет. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз?